Екінші әйел аламын. Төреғали Төреәлі ел көкейінде жүрген сұраққа жауап берді. Баршаңызға сәлем. Арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып лайк басып, тіркелу батырмасын баса кетіңіз. Өнер иесі NNN шоу бағдарламасында қонақта болып, өзіне қатысты ел білмейтін бір қатар жайтты ақтарды. Ұлы дала баласы ел көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берген. Бағдарлама ұйымдастырушылары оның әрбір жауабының рас өтірігін арнайы құрылғымен тексеріп отырды. Алғашқы сұрақтардың бірі екінші әйел алу мәселесіне қатысты болды. Эстрада жұлдызы бұл сауалға жауап берер алдында сәл кідіріп қалды. Бірақ артынан болашақта тағы бір әйелді жар етуге қарсы емес екенін айтты. Ол тағдырына жазылса, 1000 адам қарсы болса да бұл ойын іске асыратынын жеткізді. Алла қаласа, екінші әйел аламын. Мен тіпті 4-еу алсам ба деп отырмын. Негізі екінші әйел алу деген біздің қоғамдағы ауқымды тақырыптардың бірі ғой. Бұл Алланың қалауындағы нәрсе. Менің тағдырыма жазылған болса, 1000 адам қарсы болса да мен оны аламын. Бірақ тағдырыма жазылмаған болса, мен 100 жерден алам десем де, әйелімді көндірсем де ол тағдырға жазылмаған нәрсе. Тағдыр деген Алланың қалауы ғой. Алла қаласа болады. Қаламаса хайыр, деді Төреғали. Бұл тұрғыда өнер иесінің заңды әйелі Толқын Тұрарбекқызы не ойлайтындығы туралы Instagram әлеуметтік желісінде бөлісті. Ол жолдасының екінші әйел алуына қатысты қандай көзқараста екенін ашық айтты. Біріншіден, тағдырыма екінші әйел алу жазылған болса, аламын, жазылмаған болса, алмаймын деді. Екіншіден, екінші әйел алатын болса, менен сұрамайды. Міндетті емес. Сондықтан қарсымын ба жоқ па айта алмаймын. Иә, ауыр, мүмкін, бірақ ақиқаты сол, деп жазды Толқын Тұрарбекқызы. Қалай ойлайсыздар? 5 баланың анасы, аяулы жар, ибалы келін, Төреғалимен өмірдің ыстығы мен суығын бірге көрген Толқынның бұл сөзі дұрыс па? Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз құрметті көрермен.